Қайырлы күн, құрметті көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін яғни бір ғана жұмыртқадан тұратын миксерсіз және де таразыны қажет етпейтін небәрі 20 минутта пісіп дайын болатын құлпынайлы, жұмсақ, нәзік болып пісіп шығатын кекстарды дайындап көрсететін боламын. Ендеше міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, егер де менің арнама тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бірінші кезекте ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз және де оның үстіне бір пиала қантымызды салып алып, екеуін жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Егер де венчик жоқ болса, онда міндетті емес, шаңышқының көмегімен араластырып алсаңыздар да болады. Қазір бізде жұмыртқалы массамыз аппақ болып көпіру керек. Сол деңгейге дейін жақсылап араластыратын боламыз. Мінекей дайын болды. Енді осының үстіне бір пиала сұйық майымызды құйып, тағы да венчиктің көмегімен бір келкі массаға, яғни қалыпқа келгенге дейін жақсылап араластырып алатын боламын. Енді осының үстіне бір пиала сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес, және де тағы да бір араластырып алатын боламыз. Ендігі кезекте ұнымызды саламыз және де бір шай қасық разрыхительді ұнның үстіне салып, ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп салатын боламын. Егер де електен өткізілмеген ұн болса, онда кекстеріміз көтерілмей қалады. Сол үшін міндетті түрде ұнды електен өткізіп алған дұрыс. Соң венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алыңыздар, яғни бір келкі массаға келгенге дейін араластыра отырыңыздар. Құрметті көрермендер, менің видеом сіздерге пайдалы болып ұнап жатса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей біздің массамыз дайын. Ендігі кезекте бізге осындай формалар қажет болады және осы формамызға кекстерімізді салып алатын боламыз. Бірінші кезекте бір ас қасықтан барлығына құйып шығатын боламын. Негізі 2 ас қасықтан салынады, дәл осындай кекстің формаларына және де арасына, яғни начинкасына өз қалауларыңыз бойынша қоса бересіздер. Мейіз қоссаңыздар болады, жаңға қосып жасасаңыздар болады, немесе яғни шоколад қосып жасасаңыздар болады. Әрине бұл өз қалауларыңыз бойынша. Ал мен, яғни құлпынай қосып жасайтын боламын. Міндетті түрде сіздерде солай жасап көріңіздер дегім келеді. Яғни құлпынайлы кексті сіздерге ұнайды деген ойдамын. Осымен кекстерімізді салып алдық формаға. Ендігі кезекте құлпынайымызды салып алатын боламын. Мен құлпынайды арасына емес, яғни бетіне салатын боламын. Құлпынайларым үлкен болғандықтан теңде 2-ге бөліп алдым. Осы уақыт аралығында пештеріңізді 180 градуста, яғни қыздырып дайындап қойсаңыздар болады. Және де қызып тұрған пеште 20 немесе 25 минутта пешіңіздің ыңғайына қарай, яғни кекстеріміз пісіп шығады. Міндетті түрде алдын ала пешіңізді қыздырып алыңыздар. Егер де қызбаған, яғни пешке салатын болсаңыздар, онда кекстеріміз көтерілмей қалады. Мінекей біздің кекстеріміз пісіп дайын болды. Өте керемет, сондай жұмсақ, нәп-нәзік болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Назарларыңызға үлкен рахмет, құрметті көрермен. Келесі видеоларда кездескенше, міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.